Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама жазылып, видеоларыма лайк басып, ұнаса достарыңызбен және әлеуметтік желілерде бөлісіп отырсаңыздар. Мен бүгін осындай өзімнің жасайтын нанымның үлгісімен бөліскім келеді. Өзіме қатты ұнайтын, балаларым жақсы көріп жейтін нан жасау үшін жалпысында мен бірінші сортты ұнды пайдаланамын. Жоғары сортты ұн нандарға бармайды. Себебі оның тұрған 100% кәдімгі крахмалда, ода көп. Сондықтан мен бірінші сортты ұнды аламын нан жасауға. Қазірше мен дрожбен жасау жолын көрсетемін. Ол үшін ең алдымен жылы су аламын. Осылай ыссы да емес, салқын да емес, жылы су. Сосын жаңағы қантымды, тұзымды және дрожжымды салып, әбден араластырып жіберемін. Дрожжыда жерде менде 10 грамм, сіздер қасықтап салғанға көп деп ойламаңыздар. Менің қасығым 2 граммды кішкентай ғана қасық болатын. Сондай-ақ майонез саламын. Және онымен жеңілдеп қамыр илеймін. Қамыр илеген кезде 700-800 грамм деп жаздым жалпы оның көлемін. Бірақ енді қамырдың сортына қарай ол әртүрлі болады. Енді қатты болуы, жұмсақ болуы. Сондықтан илеп жатқан кезде қараңыздар, оны қатты көп болып, қамырларыңыз өте қатты болып кетпесін. Осылай қылып қамырымды илеп алдым. Маған 700 грамм жеткілікті болды. Жалпы бұл жерде кішкене өсімдік майын жағып, осылай жылы жерге бетін жауып қойып қойдым. Мен уже 35-40 минуттың шамасында ашқанда қамыры міне осындай болып жақсы болып көтеріліп қалған болды. Тағы да бір қайтара илеп алдым. Және осы шыққан қамырымды мен екіге бөлдім. Теңдей екі бөлікке бөліп, мен 2 нан шығарамын осы қамырдан. Егер де сіздерге бір нан керек болатын болса, мен төменде описаниеда қалдырған құрамның жартысын жасасаңыздар, бір ғана нан шығатын болады. Осылай нанның бір өзін ғана ештеңесі қоспай жасадым да, екіншісіне мен асқабақ дәнін қостым. Мен асқабақ, күнжут және де шемішкі дәнін қосатынмын. Шемішкі дәнін сол кезде үйде бітіп қалғандықтан тек асқабақ пен күнжутпен ғана осылай жасадым. Дән салған дәнді егер ұнатсаңыздар салыңыздар, бірақ өте дәмді шығады. Әсіресе ыссы күйінде, жылы күйінде жегенде дәмі ерекше болады бұл нанның. Мен өзіме, балаларыма ұнайтын болған соң осылай дән қосып жасаймын бір нанды міндетті түрде. Осылай нанды әбден көтерілгеннен кейін ғана саламын қамырға. Осылай жайып аламын да, және жайлап рулет жасап өйстіп орап қоя қойдым. Енді қамырымды қазір мен жылы жерге пергаменттің бетіне қойып, жылы жерге бетін жауып, осылай қойып қоямын. Бір 10-15 минуттың шамасында менің уже қамырым көтеріледі. Беті кеуіп кетпесін, сондықтан да мен целлофан мешокпен жаптым. Сіздер өздеріңізге сүлгімен жабуға болады. Жеңілдеу өте ауыр нәрсе қоймаңыздар бетіне, қатты үлкендеу орамалы емес, жеңілдеу жұқалау бір нәрсемен осылай жабыңыздар, беті кеуіп кетпес үшін. Міне менде 15 минуттың шамасында осылай қамырым көтеріліп шыға келді. Бетіне кішкене ұн септім мен. Және қазір мен пышақпен кесе салдым. Жалпысында бұны лезвиямен кессеңіздер өте әдемі шығады. Жіңішкелеу қылып, жиілеу қылып лезвиямен кессеңіздер әдемі шығады жалпы. Мен пышақпен кесе салдым. Міне менің наным духовкада көтеріліп, жақсы болып пісіп жатыр. 35 минутта менде пісіп шықты наным. Міне ортасын кесіп көрсетемін. Дәні бар нан және дәні жоқ наным да өте көтерілген, тым жақсы болып пісті. Сіздер де жасап көріңіздер. Үйде нанды жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.